Ал енді балалар сабақты бастамас бұрын жағымды ахуал қалыптастырып алу үшін әр топтан бір оқушыдан жақсы тілек айтып сабақты бастасақ, иә? Ал бірінші топтан кім бастайды? Жақсы, екінші топтан. Құрметті оқушылар мен құрметті Айша апай, сіздің оқушыларға бүгінгі сабақты толық түсініп, сабақтағы мақсатын толықтай орындалуына және сізге де сабақтағы мақсатын толықтай орындалуына барлық оқушылар сендерге бүгінгі сабақта көп жақсы мағлұмат алуға тілектеспін. Жақсы. Ал енді осындай жақсы тамаша көңіл-күймен сабағымызды бастаймыз. Дәптерімізді алып жаза қояйық, бүгінгі күнтізбені жазып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазамыз. Сабақтың тақырыбы Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын ғылыми фантастикалық әңгімесі. Яғни біз бұл тақырыппен бүгін емес, және бұған дейін 6 сабақтан бері таныспыз, иә? Ендеше бүгін соңғы қорытынды сабақ. Сабақтың мақсаты шығарманың идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап, әдеби эссе жазу. Яғни бүгінгі сабақта біз әдеби эссе жазамыз және сабақтың мақсатына эссенің талаптарын сақтай отырып жетеміз. Ал енді балалар жазып болған болсақ, өткен үй тапсырмасын сұрап алсам. Яғни зымыран сұрақтар әдісі арқылы үй тапсырмасын сұраймын. Ал енді оқушылар алдарындағы бағалау парақтарына бағалап отырамыз, әркім өзін. Үй жұмысын жауап берген оқушыларға сұрақтарға жауап берсек 1 балл. Ойын жүйелі, яғни сұраққа толық жүйелі жауап беретін болсақ, тағы да 1 балл. Үй тапсырмасына жалпы 2 балл. Ал енді бірінші сұрақ. Талап Сұлтанбеков қайда, қашан дүниеге келді? Кім жауап береді? Ал Балнұр. Талап Сұлтанбеков 1930 жылы 1 қыркүйекте Алматы облысы Ақсу ауданында мұғалімдер отбасында дүниеге келген. Лев Шынсуевтің немере інісі келеді. Және оның анасы Дәнеш қазақтың белгілі ақыны. Дәнештің атасы Нияз Оғыз Батыр болған кісі. Жақсы, жарайсың, тамаша отыра ғой. Толық жауап берді, иә? Келесі екінші сұрақ. Талап Сұлтанбеков қай жерде білім алған? Қандай қызмет атқарды? Кім жауап береді? Ал Мерей. Талап Сұлтанбеков Қазақ мемлекеттік университетін бітіріп, Алматы облысының Қайнар ауылында мұғалім болған. Алғаш мұғалім болып істеді. Одан кейін жақсы отыра ғой. Кері байланыс беретіндер бар ма? Толық тұрамыз. Қазақфильм кино студиясында қызмет атқарған, иә? Жақсы, жарайсыңдар. Келесі сұрақ. Талап Сұлтанбековтың қандай шығармалары бар? Кім жауап береді? Үй тапсырмасы бойынша. Жақсы, Мерей жауап бере ғой. Көшпелі алтын, Жұлдыз ата. Жұлдыз ата. Жақсы. Жақсы, жарайсың, отыра ғой. Келесі сұрақ. Фантастика жанры деген не? Кім жауап береді? Фантастика дегеніміз ол жанр дегеніміз ол адамның ойынан, қиялынан ұшқындаған дүние. Дүние, яғни шындықта, қиялда аралас жазылған шығарма, иә? Жақсы, жарайсың. Келесі. Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын әңгімесі қандай жанрға жатады? Бақылдеп айта қойшы. Фантастикалық жанр. Фантастикалық жанрға жатады, иә? Жақсы, отыра ғой. Келесі. Алтын сұрақ. Көшпелі алтын әңгімесінің басты кейіпкерлері кім? Оның өмірлік ұстанымы қандай? Жауап береді. Ал Дана. Көшпелі алтын әңгімесінің басты кейіпкері Сәмен мен Қажытай. Сәменнің өмірлік ұстанымы білім жолында ешқандай да қиындыққа қарамау. Яғни алға қойған мақсатына жеткізу. Кері байланыс береміз ба? Толықтыратындар бар ма? Толықтырамыз ба, Нұралы? Шығармада басты кейіпкерлердің бірі Бежбен Әйтей болады. Жас ғалымдарды аңыз туралы шындықты айтып, көздерін жеткізді. Көшпелі алтын туралы. Білім жолында жеңіске жету, иә? Жақсы, келесі. 7-ші сұрақ. Балаларға үңгірдегі сырды кім ашты? Жауап береміз. Ал Нұралы. Жаңағы повестіда Бежбен Әйтей. Бежбен Әйтей башты, жақсы. Келесі, 8-ші сұрақ. Үңгірдегі оқиға қай жерде болды? Ал Дана. Шайтан тауда, иә? Жақсы. Келесі сұрақ. Ондағы адамдар кімдер? Жабыл. Үңгірдегі
ғалымдар бар. Ғалымдар кімдер, қандай ғалымдар не зерттеп жатыр? Анандай физиктер бар. Тоқ өндіріп, тоқ алып жатыр. Найзағайдан тоқ өндіру, жақсы туралы. Келесі сұрақ. Ғалымдардың мақсат мүддесі туралы не білесіздер? Қандай мақсатты көздері? Ғалымдар найзағайды адамдардың кәдесіне жарату үшін пайдаланады. Тоқ алу, жақсы туралы. Келесі. Зерттеушілердің ғылыми жұмыстарының пайдасы неде? Жаңа айттық, Мерейдің жауабы, яғни халыққа тоқ өндіру. Келесі сұрақ. Не себепті балалар көшпелі алтынды таппайды? Жауап береді, Алорасы. Себебі ол атасының айтқан аңыз әңгімесі ғана. Аңыз әңгімесі, өйткені өмірде көшпелі алтын жоқ. Жақсы. Келесі сұрақ. Айтиевтің балаларға берген бағасы еді ол? Айтиев балаларға өте тамаша деген баға берді. Себебі олар өз біліммен алтынға емес, білімге құштарланды. Дүниеге емес, яғни білімге құштарланды. Түнгі апатының туып себебі не болды? Жауап береді. Ал берейік. Түнгі қайдасының үстіндегі табиғаттың өзі жасаған атом бомбасы. Атом бомбасы деп білеміз. Жақсы, жарайтыны тамаша тапсырмасы бойынша. Әр оқушы өзін дискриптор бойынша бағалап отырсын. Келесі тапсырманы қошеміз. Ал енді балалар, жаңа сабаққа көшпес бұрын хикая картасы әдісімен өткен сабақпен бүгінгі сабақты байланыстырсақ. Берілген суреттер бойынша сурет оқиға желісін баяндасақ. Бірінші сурет бойынша кім баяндайды? Ал Нұралы. Бірінші суретте Сәмен ағасының үйіне келе жатып, тау арасынан найзағайды көруі. Найзағайды көруі, яғни содан кейін ойға баруы, Жақсы жарайсын. Келесі сурет бойынша кім сөйлейді? Ал Ербол. Сәмен атасы айтқан аңызды есіне түсіріп талқылап жатыр. Есіне түсіріп жатыр. Есіне түсіруі. Келесі сурет. Сәмен көшпелі алтынды іздеу үшін досы қарсылармен бірге Шайтатауға сапарға шығуы. Келесі сұрақ. Сурет бойынша кім сөйлейді? Ал, Ева сөйлей қойшы сен. Келесі сурет бойынша. Сәмен мен Қарсылардың Шайтатауды тауып, соған кіруі. Үңгірге кіруі, Білімге ұмтылуы былай айтқанда, Келесі сурет бойынша кім сөйлейді? Ал, Нышанбай. Ең соңғы сурет бойынша. Сәкен мен Қарсылардың үңгірге кіріп, ішіндегі оқиғаларды көруі. Көріп, ең соңғы сурет бойынша. Үйіне қайту. Үйіне оралуы, яғни не алды бойына? Білімді алды. Бойына қажетті білімді алып, өз үйлеріне аман есен оралуы. Жақсы балалар. Ендеше келесі тапсырмаға көшеміз. Келесі тапсырма бізде топтық жұмыс, яғни оқулықта берілген қосымша ақпараттар негізінде топтық жұмыс жасаймыз, яғни 3 топқа 3 тапсырма. Оқулықта берілген бірінші тапсырма, оқушылар бірінші топ шығарманың идеясын талдаймыз, екінші топ алтын химиялық элемент талдау жұмысын жүргіземіз, яғни жас химиктер. Үшінші топ найзағай қалай пайда болды, физикалық тұрғыдан мәлімет беретін боламыз.
Апай, Риза болдым. мына көзі. Аман. Жабой. Келесі топта дайынбыз ба? Ал жақсы келесі топта дайын болсақ қорғауға шыға береміз. Қалған топтар тоқтатамыз жұмыста. Ахмере, тоқтатамыз, орнымызға жайғасамыз. Сіз дайын кеткені кері байланыс береміз, жарай ма? Ал, жас демек сәл даусың шығар, әне қарай жетпей қаламыз. алтын металдардың бірі реттік нөмірі 79 атом массасы 196,967 балқу температурасы 1063 градус қайнау температурасы 2947 градус алтын мол сәндік жағынан алда қыздар оны әшекей қылып таңады элементтердің периодтар жүйесінің бірінші тобындағы химиялық элемент алтынның пайдасы да көп. Мысалы, медицинада пайдасы көп. Алтын ине салу арқылы емдеуге болады. Ал енді алтынның зиянды тұстары бар ма? Алтын мысалға адамдарды кейбір адамдарды қысады. Қызыл қанды адамдарды алтын қысады, яғни депрессияға алып келеді. Жақсы, сонымен қатар Қазақстанда кездесе ма? Иә, кездеседі. Қандай кездесіп жүргендері ғой? Алтын Қазақстанда Орал таулары мен Орал тауларында Сібір аймақтарында кездеседі. Алтын біздің оңтүстік Қазақстан облысы Шымкент қаласында өзіміздің алтын төбеде де кездеседі. Табылған, иә? Және қазіргі таңда алтын қазіргі таңда граммдық бағасы 25 мың теңгеден жоғары болып келеді. Яғни экономикалық сауда жүйесінде алтынмен есептелінеді, иә? Келесі топ келе отырар. Кезетеміз бола қояйық. Көшпелі алтын идеясы талдау жұмысы. Көшпелі алтын жастарды ғылым білімге шақырады. Бұл жерде көшпелі алтын идеясы ғасырлар бойы келе жатқан аңызды фантастикалық оқиға екенін анықтауы. Шығарманың материалдық құндылығынан келісім. Бұл әрине көшпелі алтын айтып тұрғандай алтын емес. Көшпелі алтын емес, яғни халықтың қажетіне жарайтын электр энергиясы, Топты жылдам өндіруге найзағайды пайдалану идеясы. Жастарды білімге баулу, жасыл мәселелерді зерттеуге баулу. Шығармада алтын
білім алу. Дүние емес, рухани байлық алу, жақсы. Адамгершілік құндылықтары өте көп. Адамгершілік құндылықтары өте көп. Жақсы. Ал келесі топ келе отырған. Найзағай ұйытқыма жердің әсеріне пайда болады. Және де ол жер мен аспан арасында болатын құбылыс болып табылады. Найзағайдың кері әсері ол жылына 3000-нан астам адам найзағай әсерінен қаза табады. Найзағайдың алты түрі бар. Найзағай кешенді атмосфералық құбылыс. Найзағай шеттік және масса ішіндегі деп ажыратылады. Жақсы балаларымдар, дәптермен жұмыс келесі тапсырма, жеке жұмыс, яғни шығарманың идеясын талдап, эссе жазамыз. Жазамыз. Талап Сұлтанбековтың көшпелі алтын. Көшпелі алтын жаздық па? Атты ғылыми фантастикалық әңгімесінің идеясын адамгершілік құндылық тұрғысынан талдап,